Дәрігерлер дабылғақты 3 жастан асқан балалардың бойы өспей аласарып барады екен. Бұрындары сирек кездесетін дерт қазір әрбір 2000-ші балаға тиесілі болып шықты. Бұл дерттің емі бар ма? Бургер жеген бала мен колаш кезген аналарды қалай тоқтатуға болады? Тілші материалын көрейік. Газды сусындар, чипсы, фастфуд дәл осы үштік баланың денсаулығына зиян, бойын өспеуіне себепші. Мұндай пікірді елге танымал дәрігерлер айтуда. Мамандардың сөзінше соңғы жылдары бойы өспей аласа болып қалған карлик балалар көбейіп келеді. Қазір 3 жастан бастап келетін болды. 3 жастан баласының бойының өспей қалғанын анықтайды. Бой өспей қалған деп қай кезде біз айтамыз оны? Егер жылына бала 5 сантиметрден өспей қалса, 5 сантиметрден төмен, онда біз жерде задержка деп айтамыз. Кеш келетін ата-аналар. 12 жаста, 13 жаста. Біздің қазақта бір сөз бар, булығып өседі деп айтамыз. Булығып өскенде олар күтеді. Сандарға сенсек, әлем бойынша балалардың тек 3%-ның ғана бойы өспеуі мүмкін. Мұның сыртында генетикамен және өзгеде дертке байланысты аласа болып қалатындар кездеседі. Алайда қазір бұл статистика әлде қайда өскен, оған себеп дұрыс тамақтанбау және уақытылы ұйықтамау. Дәрігердің сөзінше кез келген бала кешкі 9:30-нан кешікпей ұйықтауы тиіс. Егер кола, сок содержащий напиткілерді көрсеңіз, паштары 4-5 кетеді. Ол кислота деген сөз. Ол дегеніміз не істейді? Баланың өсіп келе жатқан ағзасындағы керекті дәрумен кальцийлар, мына сүйекті өсіретін, соны ертіп ағзадан шайып шығара салады. Ол бір. Екіншіден, оны асқазан шек жолындағы слизистая оболочка дейді ғой, соны қабынуға алып келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше бүгінгі таңда мектепке дейінгі балалардың тең жартысы анемияға шалдыққан. Себебі басым көпшілігі газы сусынға құмар, ал оның салдары жетерлік атап айтқанда. Тері бұзылыстармен келеді. Терідегі дақтардың пайда болуы, ақ дақтар немесе қара дақтар, шаштардың түсуі, шаштардың ағаруы, тез шаршағыштық, жиі ауыратын балалар, сондай балалар жиі келіп жатыр. Қазіргі таңда 50-60% өсті деп айталам. Өйткені қазіргі таңда қабылдауға келген науқастардың саны да артып жатыр. Құлаққа түрпіде естілетін аурулар қазір балалар арасында дендеп бара жатқаны үйреншікті жағдайға айналды. Тағы бір алаңдатарлық мәселе, олардың қатарынан түрлі тері аурулары мен шаштың ағаруы да қосылды. Гүлназия Жалғасқызы, Айбек Тымбаев, басты жаңалықтар.